Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болатын пряниктер жасайтын боламыз. Рецебі өте оңай, әрі дәмді, жылдам, тез дайын болатын пряниктеріміздің бірі. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп салып аламыз. Жұмыртқамызды салып алдық. Енді ақ уызын бөлек алып, сары уызына сұйық май қосамыз. Оны жақсылап араластырамыз. Қантымызды саламыз. Және де жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бізде біркелкі масса болды. Барлық қоспалардың грамын видеоның соңында жазатын боламын. Енді ұнымызға ас содасы, қопсытқыш және де ванилин қосамыз. Жақсылап араластырып, сұйық қоспамызға 2-3 бөлікке бөліп салып аламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасайтын боламыз. Біздегі қамырымызды біркелкі етіп алдық. Енді екінші бөлігін саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Ол өте жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Енді 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлігін дөңгелек пішінге келтіреміз. Енді ұн сеуіп, үстел үстіне жайып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді әртүрлі пішіндегі формаларда кесіп аламыз. Мендегі пішін гүл пішіні. Мендегі пішін гүл пішін. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Енді пергамент қағазына бәрін орналастырып, қызып тұрған пеште 220 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді біз ақ уызына 200 грамм қант ұнтағы, яғни сахарный пудра және жарты шай қасық лимон қышқылын қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сұйықтықта осылай кілегей сияқты болады. Және лимон қышқылын қосып, жақсылап араластырамыз. Біздегі креміміз дайын болды. Біздің креміміз осындай қоюлықта болу керек. Крем өте дәмді болып шығады. Енді піскен пряниктерімізді ақ уыздан жасалған кремімізге осылай салып шығатын боламыз. Мен тек үстіңгі бөліктерін ғана кремін жасап шықтым. Негізі барлығында салып жасап шығуға болады. Біздің пряниктеріміз дайын болды. Ол өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес етемін. Пряниктер дайын болды.
балаларға таптырмас тоқпасарлардың бірі деп айта аламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Экранға пряниктің құрамы толық жазылды. Пряниктеріміз өте жұмсақ әрі пышный, үлпілдек болып шықты. Ас болсын.